Қазақстан Жазушылар одағының тұңғыш төрағасы Ілияс Жансүгіров. 5 мамыр 1894 жылы Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Қазақ ақыны, драматург, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері. Халықтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындап өскен Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Құлагер поэмасы ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тәтті әндермен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ілиястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық, сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселесінің сырын бүкпесіз ашады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрегі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын күреңбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әр түрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Қысқасы, құлагер дастаны ақын туралы. Оның тағдыры десек те, оның негізгі өзегі ақан трагедиясы арқылы әлеуметтік орта және замана лебі, қуанышы мен қайғысы кең көлемде жырланған ірі лиро-эпикалық поэма. Ұйқасы сыңғырлаған кәдімгі 11 буынды қара өлеңнің мінсіз мүлтіксіз үлгілері құлагер поэмасын шын мағынасында поэзияның сұлу сарайы Жансүгіров шығармашылығының биік шыңы екеніне толық дәлел бола алады.